Сәлеметсіздер ме, қадірменді болашақ педагогтер. Сіздердің назарларыңызға цифрлы педагогика пәнінен 4-ші тақырыпты ұсынамын. Цифрлы қоғам және мұғалім тұлғасы. Қарастыратын мәселелер: цифрлы қоғамдағы мұғалім тұлғасы және цифрлы педагогика контекстіндегі жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасуы. Ұсынылатын әдебиеттер: Бұзаубақова Клара Жайдарбекқызы, Амирова Амина Слямхановна, Маковецкая Анастасия Андреевна, цифрлы педагогика, Тараз, 2022 жыл, 314 бет. Және интернет ресурстар. Цифрлы дәуірдегі мұғалімнің жаңа міндеттерін ашып көрсетеміз. 21 ғасыр ақпарат ғасыры. Ақпарат ғасыры мұғалімнің алдына жаңа міндеттер жүктеді. Жаңа ғасыр цифрлық технологиялар ғасыры. Жылдам өзгеретін және ақпаратқа толы әлемді адам өзгертеді. Жаңа дәуірдегі мұғалімнің міндеті шапшаң жылдамдықты, ең қызықты және түсінікті болатын оқу материалын таңдай алу шеберлігі. Мұғалім қазіргі бар ақпараттық ресурстардың ішінен нақты оқушыға қажетті оқу ресурстарын таңдап, оларды өздігінен білім алуға қызықтыруда цифрлы орта құра білуі маңызды. Қазақстан Республикасы үкіметінің 2017 жылдың 12 желтоқсандағы номері 827 қаулысында бекітілген цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасының басым бағыттарын атап өтеміз. Электронды сауданы және қаржы технологияларын және қолма-қол ақшасыз төлемдерді дамыту. Мемлекет азаматтарға, мемлекет бизнеске, ақылды қалалар, байланыс желілерін және ақпаратты коммуникациялық технологиялардың инфрақұрылымдарын кеңейту. Ақпаратты коммуникациялық технология саласындағы ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Орта, техникалық, кәсіби, жоғары білім беруде цифрлық сауаттылықты арттыру. Халықтың цифрлық сауаттылығын арттыру. Даярлау, қайта даярлау, инновациялық даму алаңдарын қолдау. Технологиялық кәсіпкерлікті, стартап мәдениеттерді дамыту. Венчурлық қаржыландыруды жүзеге асыру. Цифрлы білім беру ортасында мұғалім қандай болу керек? Цифрлы білім беру ортасындағы мұғалім келбетін ашамыз. Ғалымдар Блинов, Сергеев, Есенина бойынша цифрлы білім беру ортасы бұл адамды оқыту, дамыту, әлеуметтендіру және тәрбиелеу үшін жағдайлар мен мүмкіндіктер кешені. Қазақстандық ғалым Абылқасымова цифрлы білім беру ортасындағы мұғалімнің тұлғасын ашып көрсетеді. Мұғалімнің оқыту үдерісінде интернеттің ақпараттық білім беру ресурстарымен қоса алғанда әртүрлі ақпарат көздерін кеңінен пайдалану әдетке айналатын болады. Оқушылар интернеттің ғаламдық желісі арқылы әлемнің барлық түкпіріндегі әртүрлі ақпараттық деректерге қол жеткізе алады. Өздерін қызықтыратын тақырыптар бойынша басқа елдердің оқушылармен бірлесіп жұмыс жасай алады. Бұл олардың қосымша ақпараттар іздеуге, өздері алған нәтижелерін бағалауға ынталандырады. Мұғалім беделді ақпарат көзі, сарапшы ретінде жүгінетін жетекшіге, үйлестірушіге, кеңесшіге айналады. Цифрлы қоғамдағы цифрлы білім берудің мәнін ашып көрсетеміз. Цифрлы қоғам бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында білім беруді ақпараттандырудың негізгі мақсаты қазіргі цифрлық технологияларды қолдану негізінде біртұтас ақпараттық орта құру арқылы ұлттық білім беру сапасын арттыру. Цифрлы білім беру. Цифрлы білім беру цифрлы қоғамда цифрлық сауаттылықты іске асыру, өскелең ұрпақтың цифрлық құзыреттіліктерін жүйелі дамытуға және цифрлық экономика стратегиясын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Ғаламдық телекоммуникациялар сыни ойлауды, көзқарасты білдіретін қисынды дамытуға көмектеседі. Цифрлы білім беруге мұғалімдер оқушылардың логикалық ойлауын дамыту үшін интернет желісінде де ақпараттарды саралап алып, тиімді қолдануға бағыт беруге дайын болуы тиіс.
Цифрлы ортада, цифрлы білім беру жүйесінде цифрлы сауаттылық мұғалімнің цифрлық құзыреттілігі ұғымдары пайда болды. Цифрлы сауаттылық және цифрлық құзыреттілік ұғымдарының мәнін ашып көрсетеміз. Цифрлы сауаттылық дегеніміз не? Цифрлық сауаттылық, цифрлық тұтыну, ақпаратты іздеу және өңдеу, бағалау, талдау және синтездеу. Сындарлы педагогикалық шешімдер қабылдау үшін педагогикалық топпен қарым-қатынас жасау кезінде интернет қызметтерді жүйелі пайдалана алуы. Мұғалімнің цифрлық құзыреттілігі. Мұғалімнің цифрлық құзыреттілігі ақпаратты өңдеуге және жұмыс істеуге, оқытуға, әлеуметтендіруге және қолжетімді мүмкіндіктерді кеңейтуге қажетті білім алуға байланысты міндеттерді қою және шешу үдерісінде ақпараттық коммуникациялық технологиялар мен цифрлық медианы, яғни ортаны пайдалану дағдыларының жиынтығы болып есептелінеді. Цифрлы білім беру жүйесі 3 бағытта дамиды. Білім беру үдерісін цифрландыру, цифрлық білім беру контентін жасақтау, білім беруді басқаруды цифрландыру. Мұғалімнің цифрлық сауаттылық дағдыларының мәнін ашып көрсетеміз. Мұғалімнің цифрлық сауаттылық дағдыларын 3 бағытта қарастырамыз. Бірінші бағыт ақпараттық құралдармен немесе цифрлық құрылғылармен байланысты қатаң жұмыс жасау дағдылары. Екінші ақпаратпен жұмыс істеуге арналған программалық жасақтамамен әрекеттесудің жұмсақ дағдылары. Үшіншісі метадағдылармен кез келген адам ие болуы керек және жұмсақ және қатты дағдыларды сәтті қолдану үшін байланыс процесінің негізі болып табылады. Метадағдылары неғұрлым жақсы дамыған болса, соғұрлым кіріктірілген дағдылар тиімді қолданылады. Білім беру үдерісін басқаруды цифрландырудың мазмұнын ашып көрсетеміз. Білім беруді үдерісін цифрландырудың негізгі мақсаты не? Білім беруді цифрландырудың негізгі мақсаты бәсекеге қабілеттілікті арттыру, халықтың өмір сүру сапасын жақсарту, оқу тәрбие үдерісін жеделдету және жеңілдету, балаларға, мұғалімдерге, ата-аналарға жүктемені мүмкіндігінше азайту. Ең бастысы білім беру сапасын арттыру. Оқушылардың халықаралық деңгейде әртүрлі салаларда, оның ішінде жасанды интеллект және ауқымды деректер жасау саласында бәсекеге қабілетті болуға тиіс. Білім беруді цифрландыру дегеніміз не? Басқарудың бірыңғай жүйесін құруды қарастырады. Оған барлық білім берудің мәліметтер базалары негізінде Big Data құру енгізіледі. Цифрлы білім беру контенті. Цифрлы білім беру контенті интерактивтік формадағы оқытуды қамтамасыз ететін, оқытылатын пәндер бойынша цифрлық дидактикалық материалдар, фотолар, дыбыс және бейне фрагменттер, динамикалық модельдер, виртуалды шындықты модельдеу объектілері және тағы да басқа медиа материалдар. Цифрлы білім беру ортасында білім беру үдерісінің артықшылықтарына тоқталамыз. Білім беру бағыттарын, оқытудың құралдарын, формаларын және қарқынын таңдауды арттыру. Әртүрлі ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету. Оқу материалын көрсетудің көрнекілігі. Интерактивті формасы арқылы оқушылардың оқытылатын пәндерге деген қызығушылықтарын арттыру. Өз бетінше оқуға ынтасын арттыру. Сыни тұрғыдан ойлауын дамыту. Және оқушылардың оқу бастамасын, қабілеттері мен қызығушылықтарын дамыту. Цифрлы білім берудің ерекшеліктеріне тоқталамыз. Цифрлы білім берудің бірінші ерекшелігі. Білім беру үдерісіне қатысушылардың өзара әрекетінің сипаты ынтымақтастық педагогикасының принциптерінде көрініс табады. Демократиялық, таңдау еркіндігі, теңдік, ашықтық, сын еркіндігі, альтернативтік, қызмет тәсілдерінің көптігі, диалог, сұхбаттасу, рефлексивтілік, іс-әрекеттің мақсаттарын, мазмұнын, әдістерін білу. Екінші ерекшелік қатысушылардың рөлдерінің әртүрлі болуы. Мұғалім түсіндірмелі иллюстративті оқыту әдісінен әрекетке негізделген әдіске көшеді.
әрбір білім алушы уәжді саналы оқыту әрекетінің белсенді субъектісіне айнала алады. Үшінші ерекшелік, мұғалім оқу әрекетін ұйымдастырушы және үйлестіруші қызметін атқарады. Цифрлы буын өкілдерінің сипаттамасын береміз. Цифрлы буын өкілдеріне жататындар: Z буын ұрпақтары, процессор балалары, планшет балалары, балалар чиптері, цифрлық тұрғындар. Цифрлы буын өкілдерінің когнитивті даму тұрғысынан сипаттамасы: ойлаудың мозаикасы, назардың жоқтығы, мәліметтер бойынша 8 секундтан аспайтын бір тақырыпқа назар аудара алады. Көлемі үлкен мәтіндерді оқи және түсіне алмау. Шектеулі лексика, нақты және виртуалды кеңістікті араластыру, әлемнің өзгермелі көрінісі. Нашар дамыған шығармашылық қиял, өмірдің қайтымдылығы елесі. Эмоционалды еріктік даму тұрғысынан, сенсорлық тәжірибенің кедейлігі, шындықтың жеңілдетілген көрінісі, нақты өмірдің тым қызықсыз және тым баяу деп қабылдау, шыдамдылық және тез арада марапаттау қажеттілігі, жүйелі еңбекке қабілетсіздік, әлеуметтік даму тұрғысынан, инфантилизм, дамыған интеллектуалды және әлеуметтік және жеке даму арасындағы тепе-теңдік, индивидуализм, дараландыру, оның бірегейлігіне деген сенім, өмірге деген қажеттілік азаяды. Қарым-қатынас, ынтымақтастыққа дайын болмау, оның ішінде ішкі әлеміне назар аудару. Гиперпрагматизм және гедонизм, бұлыңғыр және тұрақсыз моральдық, этикалық идеялар. Жалпы даму тұрғысынан, жеке тұлғаны қалыптастыру үдерісінде желілік әлеуметтендірудің жетекші рөлі. Онлайн өсудің барлық кезеңдерімен реферат тобы ретінде солшыл модельдерді орнатады және әлеуметтік трендтерді қалыптастырады. Цифрлы буын өкілдерінің ерекшеліктері. Цифрлы буын өкілдері. Цифрлы буын өкілдері әдетте көптеген маңызды 10 сипаттамаларға ие. Олар көбінесе цифрлы ұрпақтарға дейінгілерден асып түседі. Әлеуметтік даму тұрғысынан, өзін-өзі көрсетуге ұмтылу, тік иерархиялық қатынастардың және көлденең серіктестік түрінде артықшылық беру. Мәдениет аралық және ел аралық қатынастарға ашықтық. Сонымен қатар кейбір ескертулермен оптимизм және өзіне деген сенімділікте көрініс табады. Танымдық даму тұрғысынан ерекшелігі: жаңалыққа және өзін-өзі жетілдіруге үнемі ұмтылу. Креативтілік, ойлаудың әр түрлерін синтездеу қабілеті. Сызықтық емес, әртүрлі ақпарат ағындарын параллель өңдеу мүмкіндігі. Көп мақсатты, әртүрлі ақпарат көздерін пайдалануға бейімділік. Ақпаратты өңдеудегі дербестілік. Цифрлы білім берудің келелі бағыттарын атап өтеміз. Цифрлы ұрпақтың барлық өкілдері үшін жеке тұлғаны қалыптастыру факторы ретінде желілік әлеуметтенудің маңыздылығы күрт артуда. Қазіргі кезеңде табиғатта стихиялық болып табылатын желілік әлеуметтендіру принципін педагогикалық тұрғыдан басқаруға мүмкіндік беру. Оқу мен оқу әрекеттің өздігінен білім алуға, өзін-өзі танытуға және өзін-өзі дамытуға бағыттау. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.